Ассаламағалейкум достар, ассаламағалейкум бауырлар, ассаламағалейкум жазушылар. Осындай сұрақ келді менің инстаграм дайректіме. Мен қазір канал ашсам көтеріле алам ба? Яғни кеш емес пе деген сұрақ келді. Мен әрине о кеш емес деп айтамын, себебі әр заттың ешқандай кеш емес десем болады. Кеш никогда не поздно дейді ғой орысша, ешқашан. Бастап кетіңіз. Үлкен қателік ол деген сіз бастап кетіп, содан кейін тастап кетсеңіз, ол үлкен қателік. Соны мен сізге өзім ютубер ретінде айтайын. Мен сіздер қазір көрсетіп жіберейін қалай мен дамығанымды. Осы 2013-те мен аштым. 2013-те ашылғанда мен дым видео салмай жүрдім. Одан кейін мен шамамен бір 2 видео, 3 видео, 4, 5-6 видео салып жүрдім. Болды, сонымен тастап кеттім. Мен ешқандай дамыған жоқпын, ешқандай дым дамыған жоқпын. Бірақ шамамен жарты жылдан кейін мен видеоларын көру саны өте көп болып кетті. Таңғалып қалдым. Тіпті достарым пікір жазып кетті, жалғастыра бер деп кетті. Мен содан қызығушылық танытып жаттым. Сондықтан, яғни ойлап қараңыз, жарты жыл мен каналымда ешқандай просмотр болған жоқ. Мен жарты жыл бойы сондай бір просмотрға қарап, мен яғни канал ашып кеттім. Дегенде соған қарап дамып, осы комментарий, пікір жазу, көру санына қарап мен қызығып кеттім де, сөйтіп видео салып кеттім. Сіздерде басқаша болуы мүмкін. Сізде тіпті бір жыл еңбектегені, бірақ дым пайда көрмеуі мүмкін. Сіздің ешқандай көру саны аз болуы мүмкін. Сіз ашулануы мүмкін. Сіз ондайға мән бермеңіз. Сіз керісінше қатты көп жұмыс жасай беріңіз, еңбектене беріңіз. Сіз сол еңбектің бір күні жемісін жейсіздер. Ешқашан ақша үшін жасамаңыздар. Хоббиіңіз болса, жұмыс жасай беріңіздер. Егер ютубтың хоббиіңіз бір тек пайда табу үшін болса, онда сіз бір күні қиын болады сізге. Сіз сондықтан бұл жерде тақырып енді әрине канал ашу ешқашан кеш емес. Қазақ ютубында ешқандай конкуренция жоқ. Достар, ешқандай, тіпті орыстарда да конкуренция жоқ. Ал енді Америка, Европаларда оларда әрине конкуренция бар. Себебі каналдар өте көп. Ал қазақ ютубында мүлдем конкуренция жоқ. Сіз бүгін бастасаңыз, ертең көтеріліп кетеді. Сіздің видеоңыз біршама просмотр жинайды. Сондықтан тек алға, тек нені жақсы көресіз, соны сала беріңіз. Мен ютуб туралы айтқан болатынмын. Қалай, қайда, не істеу керек деген сияқты. Соның бәрі біздің плейлистте бар ютубта менің. Біздің дегеннен көкше түрін біліп жүремін. Менікі ешқандай компания емеспін, менде оборудование жоқ, менде миллион. Тіпті мен ютубтан сенесіздер, ешқандай пайда таппаймын қазір 2018 жылдан бастап. Мен сенесіздер ме, 15, 16, 17, 3 жыл пайда тауып келдім, бірақ әр ай сайын 2000 теңге пайда тауып жүрдім. Мен ақша қарамастан былайдан тегін жұмыс жасап жүрдім. Ойлап қараңыздар, 1-2 теңге ол ақша ма? Сондықтан мен әлі күнге жетемін. ақша жұмыс жасамаймын. Мен хоббиім қазақ халқын бір затқа үйрету. Сіздерде де бір хобби болу керек. Қазақ халқын бір развлекательный жасау керек деген сияқты. Сондықтан жұмыс жасай беріңіздер. Менің енді бір еріншектігім бар. Мен көп монтаждаған ұнатпаймын. Жоқ, монтаждаған жақсы көремін, бірақ қалай айтсам, желаниемен монтаждаған жақсы көремін да. Сондықтан көп түрімді көрсете бермеймін, байқаған шығарсыздар. Сіздер мынаған қарап отырса бүйтіп жалығып кетуі мүмкін. Көп түрім көрмеймін. Менде бар минусы, бірақ соған қарамастан мен жұмыстанып жатыр, еңбектеніп жатыр. Тіпті сіздер мен ойлап қараңыздаршы, 80.000 подписчик болғанымен көп видеолар менде 200 просмотр. Бірақ мен мойынсынбаймын. Мен жыламаймын. Менде просмотр енді мен тастаймын ютуб. Жоқ. Мен тек алға қарата жүрем, мен жемісімді көрем. Тек сіздермен менде бар өзім жүздеушілерім, солар көреді мені. Және өзім үшін. Сондықтан сіздер маған қарап тәрбие алуыңыз мүмкін. Мысалы, мен 13, 14, 15, 16, шамамен 4 жыл, 5 жылда мен осыны
осындай подписчик жинадым, және әлі де ойлап қараңыз 200-300 просмотр. Сондықтан сіздер мені асып кете аласыздар. Оған пример пазл. Бір жыл болмай, олар бір жыл жарымда 300 мыңдай подписчик жинады. Мысалы, летсплей деді. Мен ойлаған жоқпын, летсплейді сондай дамымайды деп. Али кз дейді, ол да 100 мыңнан асып кетті. Сондықтан ешқашан бұл жерде кеш емес. Сондықтан қазір бастап соңына дейін жұмыс жасау. Ешқашан